Қай күйде жан тапсырсаң, дәл солай тіріледі. Өз-өзін өлтіріп кетті ма, сол аспапты қолына береді, қиметті солмен тозақта жаңа өз-өзін қайта-қайта өлтіреді, не қылады. Мына дүниеде енді ойлаңыз, соңғы сәтті ешкім білмейді. Солай ғой, соңғы сәтіміз қалай болатынын білмейді. Ойлаңыз, күнә жасап жатқанда кетіп қалдыңыз. Қиметті өмір бойы ізгілік жасап келеді біреу. Онымен жәннаттың арасында бірақ қарсы қалады дейді. Сөйтеді тағын өмірінің соңында тозақы бір амалды жасайды, тозаққа кетеді дейді. Өмірінде тозақы амалдарды жасап келеді, бірақ қарсы қалады онымен тозақтың арасында. Сөйтеді тағын жәннати бір амалды жасайды, жәннатқа кіріп кетеді. Неге? Әділетсіздік қой бұл деуің мүмкін. Бірақ Алла адамдардың жүрегінің ішіндегін біледі. Біздің көзімізге ол жәннати амал жасап келатқан болуы да мүмкін. Қарайсың, жәннат пен оның арасында бірақ қарсы қалып тұр. Сахабалар айтады ғой, ананың соғысып атқанын көрдік дейді, жихадта. Ой, бәрекелді деп, мынау қарашы я Расулалла, мынадан асқан ізгі жан бар ма? Жихадта барын салып, оңды солына қарамай тозақи деп отыр. Бір қарыс дегенді осы хадиспен ақ түсіне берсеңіз болады. Сөйтіп өмірінің соңында не болып баратыр? Рия, тозақи болып баратыр. Мен қауым үшін соғыстым, немесе тағы біреу найзаны жерге қояды, өз-өзін соғын қарай салады. Неге? Мынау жаңағы кесілген қолмен, немен, кәйттіремен қоғамның алдында енді деген секілді. Абырой, намыс. Әркімнің соңы қалай бітсе, солай тіріледі деп жатыр. Солай тұрады Алланың алдында. Сол үшін бәрімізде өмірімізде хүснул хатима сұрауымыз керек. Хүснул хатима. Өміріміздің соңын дұрыстап бітір. Бұл өзімізге қатысты. Және әрбір сәтіңде күнәдан барынша аулақ жүр. Себебі күнә үстінде өліп кетуің мүмкін. Одан кейін әр күні істеп жүрген ісімізде ықыласты қайталап жаңартып, әрбір ісімізде рия болып кетпесінше осы. Бірақ ол ісіміз бізді ізгіліктерден тосып қоймау керек. Доктор Риданың бір әдемі сөзі бар еді. Тәркул амали мин махафатир рия дейді. Риядан қорқып, амалды тастаудың өзі рия дейді. Бір істемей жатсың, келеді саған. Не істемей қойдың, мына әжептәуір істеп жатырмын ғой. Рия болып кете ма деп қорқамын. О, машалла, мына тақуа екен мына. Уже рияға түсіп жатсың сен. Өзіңді ықыласты қылып көрсетіп, рия істеп қойып жатсың. Сол үшін ізгі амал тоқтатпау керек. Рия келіп жатыр ма, онымен күрес. Онымен бір өмір күресесің онымен. Шайтан өлгенше қалмайды артыңнан. 20 жыл бұрын істеп кеткен нәрсеңді тағы да айтқызады бәрібір келіп. Сол үшін де ізгілік тоқтатпау керек. Адамдар көріп қалады, автобуста келе жатсың, жерде келе жатсың, бір жерде келе жатсың, бір жақсылық. Адамдар не дейді қазір? Десе дей берсін, сен ішіңдегімен күрес. Міндетіңді істе, жақсылығын жаса, жүре бір болды. Екінші бір мәселе, өзгені сынаудан да сақ болуымыз керек. Біреудің ісіне қарап, мынау өзімен өліп кетсе не болады? Қайдан білесің? Ол соңғы сәтінде не өліп кететін? 100 адам өлтіріп келіп, ешқандай ізгі амал істемей өліп кетті. Бірақ соңғы сәті не еді? Ізгілер жақ қарай бір қарыс болса да жақындасам деп өліп кеткен адам. Сол үшін әркімнің соңғы сәті Алланың алдында қалай хал үстінде қалай болатынын білмейміз. Алладан есеп сұрай алмаймыз. Неге бұны бүйттің, неге бұны кешіріп жібердің деп. Осы хадисті бірақ айту барысында өте сақ болыңыздар. Жаңағы тозақи амал жасап келеді. Тозақ пен оның арасында бір қарсыз қалғанда, жәннати амал жасап келеді. Онымен жәннатта бір өте сақ болыңыздар бұл хадисті айту барысында. Орамал таққан бай бағланды біреудің қызы, әйелі жүр. Осы хадисті айтқан кезінде, яғни амалымызбен ешқайсымыз кіре алмаймыз жәннатқа. Бір Алла біледі соңғы сәтіміз деген кезде, онда неменеге қиналып жүрміз деді. Оның санасында өзі айтып қалды. Ол неден басталды? Ашық-шаш жүргендер ертең тозақтың түбінде шірейді ғомналар деді. Фақырмен мақтан етіп тұр да, мен артықпын ғой одан деп. Олай бармаңыз дедім, үйтіп жасамаңыз. Білмейсіз ғой, жезөкше әйел итке суғарам деп жәннатқа кіріп кетті емес па деген кезімде, онда неге қиналып жүрміз деді. Ыстық күнде орамал тағып, анау үйтіп жүріп, ол да рахаттанып кіріп кете беретін болса менімен бірге. Құдайдың мейірімін қызғанып тұр анадан. Мына дүниеде мен қиналдым ба? Ең құрғанда ақыретте сен қиналуың керексің дегендей, үйтіп
Дінді ұстанамайсың сен, егер басқаларға жақсылық тілей алмасаң, басқаларға сен жүрегіңді кең қыла алмасаң. Біздің ислам діні сондай дін. Қазіргі мынау термин гуманизм дейді, гуманный, ең гуманный дін ислам діні. Ең мейірімді дін. Алланың жаратқан жаратылысының барлығына жақсылық жасайсың. Итті жеуге бола ма? Жемейсің. Қиналып жатқан итті көрсең барып көмектесесің. Ит қой ол. Жоқ, дінің саған жеме деп бұйырып жатыр, бірақ көмектесуден сені тоқтатпайды. Білесіздер ме? Иттерді, көшедегі ауырып жүрген ит мысықтарды емдейтін қорлар болған кезінде. Осман империясының кезінде. Қор ашылған арнайы. Ақшаңды соған сарп етесің. Жеуге болмайды, басқа. Түкке пайдасы жоқ деп ойлайсың, бірақ қоғамдағы әрбір тірі жанға пайда тигізу, пайда беру, дініміз соған шақырады. Сол үшін біреуді, ол ит екеш ит. Ал енді адамды қалай сен тозаққа қиясың? Сен секілді пенде ғой ол да. Жоқ, мен қиналып жүрмін, демек ол ақыретте қиналу керек. Кіріп кете берсін жәннатқа. Тар ма не жәннат? Несіне қызғанып жатсың? Мына дүниедегі ең соңғы тозақтан шыққан адамға мына дүниеден 10 есе үлкен жәннат беріледі деп тұр. Сол үшін кең болуымыз керек. Біреуді сынаудан сақ болуымыз керек. Мен ізгі жолда жүрмін, ананың соңы андай болады, мынандай болады, білмейсің соңғы сәтің қандай болатынын.